Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай керемет бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Өте жұмсақ, дәмі де керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Керекті заттарды описанияға жазып кетемін. Бізге керекті заттар: жылы сүтімізге қантымызды, тұзымызды қосып жақсылап араластырып, одан кейін ашытқымызды салып 15 минутқа жауып қоямыз көтерілгенше. 15 минуттан кейін осылай көтеріледі. Одан кейін майымызды, қаймағымызды салып жақсылап араластырып, одан кейін ұнымызды, електен өткізген ұнымызды салып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илегеннен кейін 1 сағатқа жылы жерге қамырымызды қойып қоямыз. Жақсылап көтерілуі қажет. Мінекей, біздің қамырымыз жақсы көтерілді. Енді қолымызды майлап, басып, одан кейін тақтайымызды да майлап, қамырымызды қойып, жақсылап жайып аламыз. Оқтауымызбен жайып, осындай қатты жұқа болып кетпеуі керек. Одан кейін осылай дөңгелектеп барлығын кесіп шығамыз. Кесіп шыққаннан кейін 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Майымызды қыздырып, дайын тұрған бауырсақтарымызды осылай екі жағын 2-3 минуттан қуырып аламыз. Міндетті түрде бауырсақты кесіп болғаннан кейін көтерткізіп алсаңыздар, бауырсақтарыңыз үлпілдек керемет болып шығады. Барлығын қуырып шықтық. Мінекей, біздің бауырсақтарымыз дайын, өте дәмді болып шықты және өте жұмсақ. Дәмі де керемет. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүл Самал.